Жүсіп пен Бәденің тойына дайындық болып жатыр. Бақтағы үйге дастархан жайылып барлығы қызу дайындықта жүр. Мехмет кабинетінде ішіп отыр. Жунейт келеді. Не болған деп түсінбей қалады. Мехмет: Жүсіп менің алдымды орап кетті. Менің ғашық болған қызыма үйленгелі жатыр. Бүгін кешке бақтағы үйде той болады деп ашуланып отыр. Жүр сыртқа сергіп қайтамыз деп алып шығады. Қаруын көлікке салып қояды. Бәде дайындалып жүр. Хамет ханым қуанып жүр. Қонақтар келе бастайды. Мехмет Хауаға келеді. Жүсіп бүгін кешке менің ғашығыма үйленеді. Бәдеге үйленеді деп кетіп қалады. Хауа көлікке отырып жүріп кетеді. Мехмет ұшақпен Кипрге ұшып кетеді. Хауа зуылдап бақтағы үйге келеді. Жүсіп келеді. Сен оны жақсы көре аласың ба, оған қалай жақындайсың деп сұрайды. Жүсіп кет деп шығып кетеді. Хауа жылап қалады. Неке қию рәсімі болады. Хауа жылап қарап тұрады. Некелері қиылады. Хауа көлігімен келе жатады. Өзін өлімге қияды. Көлік бетонға келіп соғылады. Содан жандармдар жиналады. Жунейт көлігімен келе жатып бұны көріп тоқтайды. Бір полицейдің көліктің ішінде Хауа Карагул деген қыз деп айтып тұрғанын естіп қалады. Хауаны көліктен шығарып әкетіп бара жатқанын көреді. Хауа тірі ме деп айқайлайды. Жедел жәрдеммен алып кетеді. Жунейт ашуланып той болып жатқан жерге келеді. Мехметтің қаруымен келеді. Жүсіп шық бері деп айқайлап қаруын атады. Барлығы ойбайлап қорқып кетеді. Жүсіп шығады. Сен Хауаны өлтірдің, сенің кесіріңнен ол өзіне қол салды деп айтады. Бұны естіген сұлтан талып құлайды. Жүсіп те үнсіз жылап тұрады. Жунейт: Хауа неге сен сияқты ақымақты жақсы көрді екен, енді мен сені өлтіремін деп 3 рет атады. Барлығы ойбайлап у-шу болады. Жүсіп құлайды. Жунейт қашып бара жатқанда соңынан Мұрат қуып жерге құлатады. Екеуі біраз алысады. Қару атылып Жунейттің иығына тиеді. Тағы алысып жатқанда қару атылып Илмаз мырзаға тиеді. Содан Жунейт көлігіне мініп қашып кетеді. Хамет пен Бәде Жүсіптің басында жылап отыр. Жедел жәрдем келіп алып кетеді. Полицейлер шерифке келіп хабарлайды. Жүсіпті ота залына кетеді. Барлығы ауруханаға жиналады. Хаметтер шериф пен Ремзиді көреді. Айқайласып қалады. Хауаны ота залына кетеді. Екеуіне 2 залда ота жасалады. Хаметтер бір-бірімен ұрсысып отыр. Чинар мен Топырақта келеді. Сұлтан болған жағдайды айтып береді. Барлығы отаның аяқталуын күтіп отыр. Дәрігер шығып, Жүсіптің бір бүйрегін алып тастауымызға тура келді деп айтады. Хауаның біраз жерлері сынған, күтеміз деп айтады. Хамет Жүсіпке кіреді. Жүсіп: Хауа тірі ме деп сұрайды. Хамет: оны неге сұрайсың, өзіңді ойласаңшы деп айтады. Хауа өлсе мен де өлемін деп айтып жатады. Хамет сыртқа шығып, балам көзін ашты деп қуанады. Содан сұлтанға келіп, маған Ремзиді шақыр деп тапсырады. Хауаға әлі ота жасалып жатыр. Барлығы күтіп отыр. Хасан Мехметке хабарласып болған жағдайды айтып береді. Тез кел деп ұрсады. Ремзи Хаметке келеді. Хамет өзінің ұсынысын айтады. Хауаны өлді деп айтайық, мен саған көп ақша беремін дейді. Ремзи ашуланып келіспейді. Хауа үйге шыққан соң, оны қай ақшаңа емдейсің, дәрі-дәрмекті қай ақшаң аласың? Медбике жалдау керек, оны қай ақшаға жалдайсың, одан да келісім жасайық деп айтады. Ремзи ашуланып, қызымның өмірін сатпаймын деп ашуланып кетіп қалады. Ремзи сыртта тұрған кезде бір адам келіп, ойланыңыз деп чек ұстатады. Жоғарыдан Хамет қарап тұрады. Екеуі сыртта тағы сөйлеседі. Мен барлығын ұйымдастырып қойдым дейді. Ремзи келседі. Топырақ пен шерифті Хауадан алыс ұста деп тапсырады. Илмаз мырзаға Салиха деген бұрынғы ғашығы келеді. Жараланды деп естідім, жағдайын қалай деп сұрап отыр. Илмаз мырза: жақсымын деп жақтырмайды. Жунейт бір үйде жатыр. Мехмет қаруым қайда деп ұрсып отыр. Сені шетелге жіберемін деп айтады. Жунейт: мен Хауаны алып кетемін, маған көмектес, әйтпесе сенің қаруыңды полицияға тапсырып, сені бұйырды деп айтамын деп қорқытады. Мехмет қорқып кетеді. Дәрігер шығып, Хауаға тағы да ота жасаймыз, жағдайы ауыр. Өздер деп айтады.
Барлығы жылап күтіп отырады. Хамет дәрігермен келіп сөйлеседі. Дәрігер барлығы ойдағыдай болады деп айтады. Содан түнде артқы есіктен Хауаны алып кетеді. Таңертең дәрігер барлығын жинайды. Хауа ханымды аман алып қала алмадық деп айтады. Шериф бақырады. Топырақ есеңгіреп тұр. Сұлтан келеді. Шериф сұлтанды кінәлап бақырады. Осының бәріне сен кінәлісің деп бақырады. Хамет Жүсіпке кіріп Хауаның қайтыс болғанын айтады. Жүсіп жылайды. Бәді кіреді. Жүсіп, Хауа мені тастама деп сөйлеп жатыр. Мен енді Хауасыз қалай өмір сүремін, ол менің кесірімнен өлді деп айтып жатыр. Ремзи Чинарға топырақты Стамбулға алып кет, жаназаға қатыспай-ақ қойыңдар деп айтады. Чинар алып кетеді. Шерифке дәрі егіп ұйықтатып қояды. Ремзи дәрігердің қағазына қол қояды. Шериф ұйықтап жатқанда жаназа басталады. Хаметтер де келіп көңіл айтады. Жүсіп жылап отыр. Хауаны жерлейді. Сұлтан басында жылап отырады. Шериф оянып, менсіз қалай жерледіңдер, соңғы рет түрін көре алмадым, қоштаспадым деп жылайды. Мехмет Жүнейтке Хауаны әкесі Стамбулға емдеуге алып кетті деп айтады. Сені Стамбулға қашырамын, менің қаруымды бер дейді. Жүнейт келіседі. Жүсіпті үйіне шығарады. Жүсіп жылап жатады. Хауаның үйінде Құран оқытылып жатыр. Сұлтан Хауаның басына келіп жылап отырады. Ремзи банктен ақшаларын алып шығады. Бәди бөлмеге кірсе Жүсіп жоқ. Жүсіп жоқ деп хабарлайды. Барлығы қайда кетті, ойбай бұл бала қайда кетті деп іздейді. Бәди қайда кеткенін сезеді. Соңынан барады. Жүсіп Хауаның бейітіне келіп жылап отыр. Бәріне өзін кінәлап жылап отырады. Сол күні саған ұрсып қумағанымда сен мұнда жатпас едің деп жылап отырады. Бәди келіп тыңдап тұрады. Жүсіпті құшақтайды. Жүсіптің жарасы қанап кетеді. Дереу ауруханаға апарады. Мехмет Жүнейтке жаңа куәлік жасатып береді. Мехметке қаруын беріп кетеді. Кейін ашып қараса басқа қару болып шығады. Жүнейт тексеруден өтіп Ремзиге хабарласады. Мен Стамбулға Хауаға бара жатырмын. Мекен жайды айтшы, Хауаның жанында болайын деп сұрайды. Ремзи Хауа бір апта бұрын қайтыс болғанын айтады. Жүнейт дәретханада отырып жылайды. Содан қайтадан артқа қайтады. Хауаның бейітіне келіп жылайды. Ремзи Хауа жатқан үйге келеді. Хауа әлі ес-түссіз жатыр. Бір медбике қарап жүреді. Салиха ханым Илмаз мырзаға келеді. Илмаз ашуланып неге келдің деп сұрайды. Салиха, балаңды қашанғы жасырасың, сен өліп кетсең біз түксіз қаламыз. Мына үйді баламның атына аударып бер. Немесе балаңа өз тегіңді бер деп айтады. Илмаз ашуланып, қайдағы үй, кет көзіме көрінбе деп итеріп шығарып жібереді. Салиханың сыртта жүрегі ұстап құлайды. Сұлтан келіп қалады. Илмаз екеуі такси шақырып ауруханаға келеді. Баласы да келеді. Дәрігер шығып, науқастан айырылып қалдық деп айтады. Баласы бақырып жылайды. Илмаз мырза жаназа шығару жағын мойнына алады. Жүсіп бәдені жақтырмай жүреді. Тамақ әкелсе, ішпейм алып кет деп қуып жібереді. Жанына жатпайды. Бөлек жатып жүреді. Айқайлап ұрсып тастайды. Бәденің күні жылаумен өтіп жүреді. Хауа көзін ашады. Бірақ аяқ қолын қимылдата алмайды. Жүнейт Хауаның бейітінде қонып жатыр. Жүсіптен қалайда кек аламын деп кектеніп жатыр. Шериф Стамбулға топырақтың жанына бармақшы болып жиналады.